Сәлеметсіздер ме, құрметті вебинарға қатысушылар. Менің есімім Халықберген Мадина. Мен Астана қаласындағы Асыл Мирас аутизм орталығының Джаспер бағдарламасының клиникалық педагогы боламын. Вебинарымызды бастамас үшін сіздер мені жақсы естіп көріп тұрсаңыздар, онда қосу таңбасын чатқа қоюларыңызды сұраймын. Қосу таңбасы қойылды. Рахмет. Егер сіздерде вебинар барысында қандай да бір сұрақтар туындайтын болса, онда чатқа жазуларыңызға болады. Сондай-ақ менің слайдта көрсетілген электронды адресіме жіберулеріңізге болады. Бүгінгі түскі сағат 3-ке дейін мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы ойын аутизм спектрінің бұзылыстары бар балаларды дамытудың әдісі. Бұл өткізіліп отырған вебинар осы тақырып төңірегіндегі реттік саны бойынша 4-ші вебинар болып табылады. 4-ші және қорытынды вебинар екенін айта кеткім келеді. Бүгін біз сіздермен ойын деңгейлері туралы сөз қозғайтын боламыз. Оның ішінде сюжеттік рөлдік ойын деңгейіне тоқталамыз толығырақ. Одан кейін ойын барысында баланың жағымсыз қылықтары мен жұмыс тәсілдері туралы сөз қозғайтын боламыз. Сонымен сұрағымызға көшпес бұрын ойын деңгейлеріне жалпы шолу жасап есімізге түсіре өтейік. Алдағы вебинарлардан сіздер білесіздер, ойынның 4 түрі бар. Ол қарапайым ойын деңгейі, процессуалды ойын деңгейі, сюжеттік және сюжеттік рөлдік ойын деңгейі. Сіздер қарапайым, процессуалды және сюжеттік ойын деңгейлерімен толығырақ танысқан болатынсыздар. Бұл вебинарда тек қандай баланың іс-әрекеттері әртүрлі ойын деңгейлеріне жататынын еске түсіріп өтейік. Сонымен қарапайым ойын деңгейі. Егер бала ойыншықтармен қарапайым іс-әрекеттер жасайтын болса, ойыншықтарды бөлшектерге бөлетін болса, яғни балаға сіз мысалға алатын болсақ, кірістіргіш ойыншықты берсеңіз, бала кірістіргіш ойыншықтың мүсіндерін қоюдың орнына оларды тек бөлшектерге бөліп алып тастайды. Сонымен қатар неғұрлым ойыншықтармен бала функционалды іс-әрекеттер жасайтын болса, біз баланы қарапайым ойын деңгейін меңгерген деп білеміз. Келесі процессуалды ойын деңгейі. Процессуалды ойын деңгейінде бала ойыншықтарды мән-мағынасыз жинайды. Мысалы, сіз балаға конструктордың бөлшектерін беретін болсаңыз, яғни құрастырғыш бөлшектерін, бала оны жүк көлігіне артады, бірақ артқан сәтте оның жүк екенін білмей, түсінбей, жай бір жерге үйіп тастайды. Және келесі іс-әрекеті бала мүсіндерді сәйкес саңылауларға салатын болса. Мысалы, балаға сіз кірістіргіш ойыншық берсеңіз, бала оның мүсіндерін сәйкесінше саңылауларға салады. Немесе балаға сіз пирамида берсеңіз, пирамиданың таяқшасына бала сақиналарын ретімен дұрыс кигізеді. Келесі, егер бала ойыншықтардың қолдану мақсатын білсе, яғни сіз балаға қасық берсеңіз, бала ол қасықты кесеге салады, жастық берсеңіз, жастықты кереуетке қояды. Яғни бұл ойыншықтың нақтылы қолдану мақсатын біледі бала. Келесі, ойыншықтарды құрастырғыш заттардан не құрастырғанын жөнінде түсінігі болатын болса. Сіз балаға қандай да бір құрастырғыш ойыншық бересіз, бала одан белгілі бір нысан құрап шығады. Және құрап шыққаннан кейін оның не нысан екенін өзі түсініп, әрі қарай ол нысанды өзінің ойын барысында қолдана алса. Егер бала аталған іс-әрекеттерді орындалса, онда біз балада процессуалды ойын деңгейі деп нақты сеніммен айта аламыз. Келесі, ол сюжеттік ойын деңгейі. Сюжеттік ойын деңгейінде бала өзіне таныс іс-әрекеттерді өзіне қатысты орындайды. Мысалы, өзінің шашын тарайды, немесе өзін тамақтандырады. Сонымен қатар бала функционалды іс-әрекеттерді өзіне емес, сонымен қатар жануар мен қуыршаққа қатысты орындаса. Яғни қуыршақты тамақтандырады, қуыршақты ұйықтауға жатқызады, немесе шомылдырады.
Және үшінші іс-әрекеті сюжеттік ойынға жататын. Бұл бала бір заттың орнына басқа затты қолдана алса, немесе жоқ затты бар деп елестете алса. Мысалы, сіз берген конструктордың бөлшегін бала кереует ретінде қолдана алса, немесе сіз кесені берсеңіз, бала ол кесені қасықпен араластырады, бірақ оның ішінде ешқандай сұйықтық болмаса, шай бар деп елестетіп араластыратын болса, онда біз баланы сюжеттік ойын деңгейін меңгерген деп айта аламыз. Айта кететін жайт, барлық ойын деңгейлеріне арналған ойыншық түрлері бірдей. Тек айырмашылығы оның ойнау тәсілдерінде, яғни ойнау тәсілдері әртүрлі екенін ұмытпағанымыз дұрыс. Мысалға алатын болсақ, егер бала пирамида сақиналарын қарапайым ойын деңгейінде тек қана лақтырып, тарсылдатып ойнайтын болса, соққылап ойнайтын болса бір-біріне, ал процессуалды ойын деңгейінде бала пирамиданың сақиналарын өлшемдеріне сәйкес кигізіп дұрыс құрайды. Ал сюжетті ойын деңгейінде бала пирамиданың сақиналарын тоқаш ретінде қолдануы мүмкін, немесе құтқарушы баллон ретінде қолдануы мүмкін. Яғни тек қана бұл жерде айырмашылық баланың қолдану тәсілінде. Барлық баланың ойын деңгейіне өткенде, әрбір ойын деңгейінен өткенде баланың іс-әрекеттері саналырақ болады. Бала түсінеді, ойыншықпен қандай іс-әрекет жасауға болатынын. Сонымен қатар сіздерге таныс слайдқа назар аударайық. Бұл ойын деңгейлері. Сіздер қарапайым ойын деңгейлерін жақсы білесіз, процессуалды ойын деңгейін жақсы білесіздер, сюжеттік ойын деңгейімен таныстыңыздар. Ал бүгін мен сіздерге сюжеттік рөлдік ойын деңгейімен толығырақ таныстыратын боламын. Мен сюжеттік рөлдік ойын деңгейі. Бұл ойын деңгейінде бала қуыршақты немесе жануарды ойыншы ретінде пайдаланып, сонымен қатар оған жан бітіріп ойнайды. Яғни жан бітіріп ойнайды дегеніміз, мысалы, бала қуыршақты тамақтандырған уақытта қуыршақтың шайнаған дыбысын салатын болса, қуыршақты ұйықтатып жатқан уақытта оның қорылдаған дауысын салатын болса, яғни қуыршаққа өз тарапынан қандай да бір жан бітірсе, онда біз баланы сюжеттік рөлдік ойын деңгейі, яғни төртінші өте жоғары ойын деңгейінде деп есептей аламыз. Келесі, бұл жерде мысал келтірілген бұл слайдта, мысалдарға назар аударыңыздар. Келесі бала шынайы өмірде бар рөлдерді сомдап ойнай алатын болса, яғни өзін қуыршақтың анасы ретінде елестетіп, қуыршақты әлдилейтін болса, өзін дәрігер ретінде елестетіп, басқа қуыршақты, жануарды немесе сізді емдейтін болатын болса, және де өзін теңіз қарақшылары сияқты елестетіп, сюжеттік рөлдік ойын ойнай алатын болса, онда біз баланы жоғары ойын деңгейінде деп нақты сеніммен айта аламыз. Және үшінші баланың іс-әрекеті, бұл өзін өмірде жоқ персонаждардың рөлін салып ойнай алатын болса. Мысалы, бала өзін Супермен ретінде, Бэтмен ретінде, немесе нинзя тасбақалары ретінде елестетіп, сюжеттік рөлдік ойынды ойнай алатын болса. Сонымен қорыта келе, сюжеттік рөлдік ойын деңгейінде бала қуыршақты немесе жануарды ойыншы ретінде пайдаланып, сонымен қатар оған жан бітіріп ойнайды. Шынайы өмірде бар рөлдерді сомдап ойнайды. Сонымен қатар шынайы өмірде жоқ, жаңағы атап өткенде Супермен, Бэтмен рөлдерін салып ойнай алатын болса, онда біз баланың ойын деңгейі сюжеттік рөлдік ойын деңгейі деп бағалай аламыз. Сонымен біз сіздермен қарапайым ойын деңгейіне шолу жасап, қандай іс-әрекеттер жататынын атап өттік. Процессуалды ойын деңгейін қайталадық, сюжеттік және бүгін сюжеттік рөлдік ойын деңгейімен таныстық. Тарапынан ойын деңгейлері бойынша сұрақтар болса, онда қоюларыңызға болады.
Егер сұрақтар кеш пайда болып жатса, онда сіздер слайдта көрсетілген, слайдтың астыңғы жағында көрсетілген электронды адреске сұрақтарыңызды жолдауларыңызға болады. Міндетті түрде жауап аласыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда келесі сұраққа өтуге рұқсат етіңіздер. Екінші сұрағымыз, ойын барысында баланың жағымсыз қылықтарымен жұмыс. Яғни бала жағымсыз қылық танытпауы үшін ересек қандай шара қолдануы керек? Сол жайында сөйлесетін боламыз. Ойын барысында бала әртүрлі себептерге байланысты орынсыз іс-әрекеттерімен сипатталатын мінез-құлық көрсетуі мүмкін. Және сіз сол кезде баланың мұндай орынсыз іс-әрекеттерін көрсеткен уақытта оны тоқтатып, байқап, тоқтатып және тәртібін түзеп, әрі қарай ойын үдерісін жалғастыруыңыз керек болады. Алдағы уақытта сіздермен баланың орынсыз іс-әрекеттерінің көрсетуінің ықтималды себептері жайлы, сонымен қатар ондай мінез-құлқымен қалай жұмыс жасау керек екендігі жайлы нақты әдіс-тәсілдер келтіретін боламыз. Алдымен жағымсыз мінез-құлықтың белгілеріне мысал келтірейік. Мысалы, жағымсыз қылық танытқан бала ойыншықты мән-мағынасыз қолдануы мүмкін, лақтыруы мүмкін, сонымен аутостимуляция белгілері басталуы мүмкін балада, яғни қолымен, ойыншықтармен қайталанатын іс-әрекеттер жасауы мүмкін, дауысын жоғарылатып сізге айғайлауы мүмкін, орындық немесе үстелдің үстіне шығып кетуі мүмкін, немесе тіптен бөлмеден шығып кетуге талпынуы мүмкін. Аталған орынсыз іс-әрекеттермен сипатталатын мінез-құлықты бала сабақтың бастапқы кезеңдерінде, бастапқы уақыттарында көрсететінін біз өз тәжірибеме сүйеніп айтқымыз келеді. Егер сіз сол бастапқы уақытта баланың мұндай жағымсыз іс-әрекеттеріне дұрыс жауап бере алсаңыз, және де сіздің тарапыңыздан дұрыс жұмыстар жасалатын болса, онда бұндай жағымсыз қылықтарды көрсетудің жиілігі әлдеқайда төмендейді, немесе мүлдем келесіде көрсетпеуі де мүмкін. Яғни баламен ойнап отырған үлкеннің міндеті, біздің міндетіміз баланың орынсыз іс-әрекеттерін уақытылы байқап, ондай жағымсыз мінез-құлықтың алдағы уақытта орын алмауы мақсатымен сәйкес тиісті әдіс-тәсілдерді қолдану болып табылады. Балада жағымсыз мінез-құлық ол белгілі бір себептермен танытады бала. Аяқ асты ешқандай бала жағымсыз мінез-құлық танытпайды, оның міндетті түрде себебі болады. Жағымсыз мінез-құлықтың төрт түрлі себебі бар. Біріншісі, үлкеннің назарын өзіне қарату мақсатымен көрсету мүмкін, ойыннан бас тартқан жағдайда көрсету мүмкін, қалаған ойыншығын талап ету мақсатында және сенсорлық қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында көрсетуі мүмкін. Енді біз сіздермен әр себепті жеке-жеке талдап қарастырайық. Бірінші, үлкеннің назарын аудару мақсатында. Егер бала сіздің назарыңызды өзіне аударту үшін орынсыз қылықтар көрсеткен жағдайда, бұл жерде айта кететін бір нәрсе бар. Бала үшін сіздің жаңағы позитивті, яғни күлімсіреп қарап, күлімсіреп жақсы-жақсы сөйлегеніңізден басқа, негативті, яғни қабағыңызды түйгеніңіз, даусыңызды көтеріп ұрысқаныңыз, немесе көзіңізді бақырайтқаныңыз, бұл да сіз тарапынан аударылған назар болып табылады. Яғни балаға керегі де сол болуы мүмкін, жаңағы сіздің ұрысқаныңыз, көзіңізді бақырайтқаныңыз, сол керек. Сол үшін ол жағымсыз қылық танытып жатуы мүмкін. Ал баланың орынсыз іс-әрекеттерінің себебі нақты сіздің назарыңызды өзіне қарату екенін қайдан білеміз? Ол үшін біз баланың орынсыз қылық көрсеткен жағдайда баланы жіті бақылаймыз, жіті мән береміз іс-әрекеттеріне. Мысалы, бала орынсыз күліп, бірақ өз көзін сіздің көзіңізден алмаған кезде, ол бала сіздің назарыңызды өзіне қарату мақсатында деген сөз.
Сонымен қатар бала ойыншықты лақтырып, тарсылдатып жатқан кезде, бірақ балаға ештеңе керек жоқ, бала сізден ештеңе сұрап тұрған жоқ, ойынды тастап кетіп, ойынды доғартуды талап етіп тұрған жоқ. Тек қана бала өзінің сіздің назарыңызды, көңіліңізді өзіне аудару мақсатында бұндай жағымсыз әрекеттерді көрсетіп тұр деп ұйғарамыз. Баланың орынсыз әрекеті, сіз оған назар аударсаңыз немесе ұрсып, балаға олай істеме, бұның дұрыс емес деп айтып көзіне қарап қабақ шытқан кезде, мұндай жағымсыз қылығын сіз тоқтатуға тырысасыз деп ойлайсыз. Бірақ жоқ, дәл осы себеп болса, яғни баланың жағымсыз қылық көрсетуі сіздің назарыңызды аудару себебі болса, онда сіз керісінше бұл қылығыңыз арқылы баланың әрі қарай мұндай қылық көрсетуге ынталандырып жатырсыз баланы. Сондықтан назар, сіздің тарапыңыздан алған балаға назар, ол теріс те болуы мүмкін, және оң да болуы мүмкін, яғни негативті және позитивті де болуы мүмкін. Барлығы назарға жатады. Қалаған нәрсесін алу мақсатында, яғни қалаған нәрсесіне қол жеткізу мақсатында жағымсыз қылық танытуы мүмкін. Сіздің ойыңызға мынадай сұрақ келуі мүмкін: егер бала қалаған нәрсесін сұраса, неге балаға бермеске деп? Біз міндетті түрде береміз, бірақ баланың сұраған ойыншығы сіздің ойнап жатқан ойын сюжетіңізге келетін болса, онда біз міндетті түрде ойыншықты көрсету арқылы, яғни нұсқау арқылы, және ойыншықтың атын көңілді дауыс ырғағымен атау арқылы баланың ынтасын қолдап, онда ойыншықты ұсынамыз. Ал егер сіздің баланың сұраған ойыншығы сіздердің ойнап жатқан ойын сюжетіне мүлдем келмейтін болса, онда біз балаға ол ойыншықты бермейміз. Яғни сіздің бермеуіңіз қажет. Ол ойыншық емес, ол кез келген нәрсе болуы мүмкін, ол сөреде жатқан қалам болуы мүмкін, немесе бөлменің бір бұрышында домалап жатқан доп болуы мүмкін. Яғни бөлмедегі барлық заттарды, бала көзі шалған заттардың барлығын сұрауы мүмкін. Өйткені ойын бөлмесінен сіз барлық заттарды жоқ қылып, барлық заттарды бірден алып тастай алмайсыз. Бұл мүмкін емес те. Міне, егер сіз балаға қалаған, сұраған нәрсесін бермеген уақытта, баланың орынсыз әрекеті одан сайын өрши түседі, үдей түседі. Егер балаға сіз берсеңіз, онда бала сәйкесінше тынышталады. Бұл баланың орынсыз қылық көрсетуінің себебі қалаған затын алу мақсатында екенінің дәлелі. Балаға жағымсыз қылық танытуы, баланың жағымсыз қылық танытуы одан сайын өрши түседі, егер сіз оны бермесеңіз, және де ол зат баланың назарында, яғни көз алдында тұра беретін болса. Сондықтан сіз бірден, егер ол ойын сюжетіне келмейтін зат болатын болса, онда алып тастауыңыз қажет. Бермегеніңіз бір бөлек, мүлдем алып тастауыңыз керек. Келесі себеп жағымсыз қылық танытудың, бұл ойын үдерісінен бас тарту. Яғни бала ойнағысы келмей, ойынды доғартуды талап етіп, ойыннан қашып кеткісі келеді. Ойынның жалғасқанын қаламайды. Бұл іс-әрекеттер баланың ойынға берілген тапсырманы орындауға ешқандай құлшынысы жоқ, қызығушылығы жоқ. Сондықтан тастап кеткісі келіп тұр екендігінің дәлелі. Бала сіздің ойын барысында көрсеткен іс-әрекеттеріңізді мүлдем қайталамайды, ойынды жалғастыруын қаламайды. Бұл кезде онда білеміз, бұндай қылық танытып жатса, онда себебін бірден білеміз, баланың ойыннан бас тартуы деп ұйғарамыз. Сенсорлық қажеттіліктерді қанағаттандыру. Егер баланың көрсеткен жағымсыз, орынсыз іс-әрекеттері жоғарыда айтылған себептердің ешқайсысына келмейтін болса, онда біз төртінші себепті қарастырамыз. Яғни бұл себептердің ішіндегі ең соңғы қарастырылатын себеп сенсорлық қажеттіліктерін қанағаттандыру деп аталады. Яғни, мысалы, бала ойыншықты әдейілеп үстел үстіне құлатып тастап құлатуы мүмкін.
бала сол ойыншықтың жаңағы құлаған мезетінде шыққан дыбысты жағып балаға, сол дыбыс ұнап, ол іс-әрекетті қайта көрсетуі мүмкін. Яғни бұл сенсорлық қажеттілік болып табылады бала үшін. Немесе бала ойыншық жаңағы жүк көлігін немесе қандай да бір көлікті итеруі мүмкін. Үстел үстінде арлы-берлі жүргізіп итеруі мүмкін. Бұл жерде сіздердің ойыңызға сұрақ келуі мүмкін. Онда тұрған не бар? Бала ойнап жатыр ғой, жаңағы жүк көлігін жүргізу арқылы деп. Негізінде бала ол жүк көлігін арлы-берлі қайталап жүргізіп жатқаны функционалды ойын емес, тек бала жүргізген кездегі айналған жаңағы жүк көліктің айналған дөңгелегін тамашалап, сол ұнап, соған ғана бар назарын аударып жатыр. Бала ешқандай ойынды әрі қарай дамытуды, әрі қарай жалғастыруды қарамайды, тек қана айналған дөңгелекті ғана тамашалайды. Бұл да сенсорлық қажеттілікті қанағаттандыру мақсатымен болып табылады. Сонымен біз сіздермен баланың жағымсыз қылық танытуының 4 себебін қарастырып өттік, жеке-жеке тоқталып өттік. Айта кететініміз, бала жағымсыз мінез қылық танытпастан бұрын оның алдын алған дұрыс, алдын алу шараларын қолданған дұрыс. Сондықтан мен сіздерге қазір қандай баланың жағымсыз мінез қылық танытуының алдын алу үшін қандай іс-шара қолдану керек екендігін айтып өтемін. Біріншіден, сіз баланың ойын деңгейін дұрыс анықтап, сәйкесінше ойыншықтар таңдауыңыз керек. Яғни балаға ойын сюжеті тым қиын болып кетсе, онда ол жағымсыз қылық танытуы мүмкін сәйкесінше. Ойынның қиындығы дегеніміз, яғни бала ойын сюжетіндегі келесі қадамдарды білмеуі себебінен жағымсыз қылық танытады. Немесе керісінше, ойын сюжеті бала үшін тым жеңіл болуы мүмкін. Яғни бала зерігіп, қызығушылығын жоғалтып алуы мүмкін. Балаға ойын үдерісі ыңғайлы, жайлы болуы керек, яғни бала өзін жақсы сезінуі керек. Ойын деңгейінде және сіз тарапынан таңдалған ойыншықтар үшін. Ойыншықтар балаға жайлы болуы керек. Ойын үдерісі өтетін кеңістіктің қолайлы болуын қадағалаймыз. Егер баланың алдында шамадан тыс ойыншықтар жататын болса, бала шатысып кетуі мүмкін, немесе бала жаңағы барлығын алғысы кеп, бірден алғысы кеп, өзіне ойыншықтардың барлығын тартып, жағымсыз іс-әрекет, орынсыз іс-әрекет көрсетуі мүмкін. Сондықтан ойынды бастамас бұрын ойын алаңын сіз ретке келтіріп алуыңыз керек. Артық, қажеттілігі жоқ заттарды мүлдем ойын алаңынан алып тастауымыз керек. Балаға ойыншықты таңдау мүмкіндігін береміз. Яғни үстел үстінде немесе жерде, сіздің қай жерде ойын алаңында, қай жерде ойнау сізге ыңғайлы, сол ойын алаңында балаға міндетті түрде 2 немесе одан да көп таңдау берілуі керек. Яғни бала сіз таңдап алған ойыншықпен емес, өзі таңдаған ойыншықпен ойынды бастауы керек. Егер біз балаға өзіміз таңдаған ойыншықты беретін болсақ, ұсынатын болсақ, онда біз баланың ынтасын басып тастағандай боламыз. Және бұл балаға ұнамауы мүмкін. Сондықтан ешқашан, естеріңізде болсын, баланы ешқашан таңдаусыз қалдырмаймыз. Яғни міндетті түрде баланың алдында, қайталап айтам, 2 немесе 3 таңдау жатуы керек. Бала аса қызығушылық танытатын ойыншықты алып тастаймыз. Яғни тым еліктіргіш ойыншықтар болады. Бала онымен бір қолына ұстаса, ұзақ уақыт бойы немесе функционалды емес, қандай да бір іс-әрекеттер көрсетуі мүмкін бұл ойыншықпен. Сондай ойыншықтарды алдын ала біліп, мүлдем ойын бөлмесінен шығарып тастаймыз. Бірақ сіз қанша тырыссаңыз да, алдын алу шараларын дұрыс қолдансаңыз да, ойын барысында бала жағымсыз қылық танытуын қоймауы мүмкін. Ондай жағдайда біз келесі тәсілдерді қолдана аламыз. Бірінші,
назар аудармау немесе елемеу. Одан кейін модельдеу және үшінші тәсіл ойын кеңістігіне өзгеріс енгізу деп аталады. Әрқайсысына жеке-жеке тоқтала өтейік. Баланың жағымсыз қылығына назар аудармау. Яғни сіз бала орынсыз іс-әрекеттер көрсетіп жатқанда, ең алдымен сіздің тарапыңыздан істелетін нәрсе қылығына назар аудармау болып табылады. Кейін біз ойын үдерісін бір қалыпты дауыспен, күлімсіремей немесе ашуланбай жалғастыра беруіміз керек. Бала жағымсыз қылығын танытуын қойған уақытта, доғарған кезде баланың ойынға деген қызығушылығын арттыра түсуіміз керек. Яғни баланың кезегі келгенде сіз балаға ойыншықты ұсынасыз, немесе баланың қолына бересіз де әрі қарай эмоционалды, көтеріңкі дауыс ырғағымен ойын үдерісін жалғастыра бересіз. Яғни сіз өзіңіздің жасап жатқан іс-әрекетіңіздің атауын атайсыз. Сол арқылы сіз баланың дұрыс тәртібі үшін көтеріңдеп баланы мадақтайсыз. Келесі, функционалды іс-әрекетті көрсету немесе модельдеу. Бала ойын барысында жағымсыз қылық танытқан жағдайда біздің келесі қолданатын тәсіліміз модельдеу болып табылады. Бұл ойын барысында өте жиі қолданылатын және кеңінен таралған әдіс. Ойын барысында ересек ойынға енгізілген балаға жаңа іс-әрекет қадамдарын көрсетеді. Қажеттілік болса, бірнеше рет көрсетуіміз мүмкін. Мысалы, мұнара құру барысында бала жағымсыз қылық танытып қалса, немесе жылап, тұрып, айғайлап кеткісі келсе, онда сіз мұнара құрып болғаннан кейін бірден жануарларды алып шығып, мұнараның ішінде жануарларды кіргізе бастауыңыз керек. Бір жануарды кіргізесіз, екі жануарды кіргізесіз, қажет болса 3-4 жануарды сіз өзіңіз кіргізіп, яғни модельдейсіз, балаға іс-әрекетті көрсетесіз. Айта кететін жағдай, бұл жерде жануарлар баланың жаңағы үстелдің үстінде, баланың қолы жетімді жерде орналасқаны дұрыс. Кейін баланың кезек келгенде келесі жануарды сіз баланың қолына ұстатасыз. Бала ойыншықты қолына алғаннан кейін ойын барысын сіздің көрсеткен моделіңізді қайталау арқылы ойын барысын жалғастырып кетуінің ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан модельдеу, функционалды іс-әрекетті модельдеу, сіз моделін көрсеткенде ол балаға таныс іс-әрекет болуы мүмкін ойын барысында, немесе жаңағы айтқандай мүлдем таныс емес жаңа іс-әрекет болуы мүмкін. Сонымен қатар бала ойыншықтармен функционалды емес іс-әрекеттер жасай бастаса, мысалы қасықты бір-біріне ұрып соққылай бастаса, немесе үстелге ұрып соққылай бастаса, сіз бірден қасықты аласыз да, сол қасықпен функционалды іс-әрекет көрсетесіз. Яғни бірден бір жануарды тамақтандырасыз. Немесе кесені араластырасыз. Яғни баланың функционалды емес іс-әрекетінен функционалды іс-әрекетке көшуін қадағалауымыз керек. Келесі, ойын кеңістігіне өзгеріс енгізу. Аталған әдісті жоғарыда айтып кеткен әдістердің көмегі болмаған жағдайда, яғни назар аудармау немесе модельдеу әдістерінің көмегі болмаса, бала әрі қарай жағымсыз қылық танытуын қоймаса, онда сіз ойын кеңістігіне айтарлықтай өзгеріс енгізесіз. Яғни ойын кеңістігінде бала ойнап отырған ойыншықтарды түгелімен алып тастайсыз. Содан бірден жаңа ойыншықтарды ұсынамыз балаға. Бұл жерде айта кететін нәрсе, ұсынылған жаңа ойыншықтар балаға ұнайтын ойыншықтар болуы шарт. Сіз алдын ала балаға қандай ойыншықтар ұнайтынын, қандай ойыншықтармен ойнағанда бала аса ықылас танытып ойнайтынын ойыншықтарды білуіміз қажет. Дәл сол ойыншықтарды ұсынамыз. Және атталған ойыншықтармен бірден жылдам сіз өзіміздің қағидаларымызға сүйене отырып, көңілді дауыс ырғағымен, көтеріңкі көңіл күймен ойын іс-әрекеттердің моделін көрсетіп кетуіміз керек. Аталған 3 әдіс баланың жағымсыз қылығын доғарып, дұрыс тәртіпке келтіріп, ойын барысын жалғастыру үшін
негізгі әдістер болып табылады. Бірақ нақты себептерге байланысты қолданатын басқа да әдістердің бар екенін айтқымыз келеді. Ендеше сол әдістерге тоқталайық. Бірінші, егер бала үлкеннің назарын өзіне аударту мақсатымен жағымсыз мінез танытса, онда біз назар аудармаймыз, яғни елемейміз баланың жағымсыз қылығын, кейін модельдейміз, одан кейін болмай жатса, ойын кеңістігінде қандай да бір өзгеріс енгіземіз. Аталған үш тәсілді дұрыс қолдану арқылы баланың тәртібін дұрыстауымызға әбден болады. Яғни бұл үш тәсіл жеткілікті. Егер баланың жағымсыз қылық көрсетудегі басты мақсаты ойыннан бас тарту болса, онда біз жаңағы назар аудармаймыз, модельдейміз, ойын кеңістігіне өзгеріс енгіземіз, және де минималды физикалық араласуды қолданамыз. Яғни бала жаңағы тұрып кету талпыныстарын жасаса, ойын үстелден немесе мүлдем бөлмеден шығып кету талпыныстарын жасаса, онда біз баланың арқасынан алақанымыздың көмегімізбен тіреу арқылы баланың ойынды аяқтамай ешқайда кете алмайтындығын білдіреміз. Сіздер түсінулеріңіз қажет. Егер біз бала ойыннан бас тартты екен деп ойын барысын тоқтатып баланы жібере салатын болсақ, онда келесіде баланың сол жағымсыз қылық танытуы одан сайын арта түседі. Сондықтан басынан бастап баланың орынсыз талаптарын орындап, жағымсыз қылықтары арқылы өз айтқанын істетуге жол бермеуіміз керек. Егер басынан бастап осы қағидаларға сүйенетін болсақ, осы әдіс-тәсілдерді қолданатын болсақ, онда келесіде баланың жағымсыз қылық танытуы кеми түседі. Келесі, егер баланың жағымсыз, орынсыз іс-әрекет көрсетуінің мақсаты қалаған ойыншығын алу болатын болса, онда бірінші біздің тарапымыздан жасалатын іс-әрекет қалаған ойыншығын көз алдынан мүлдем алып тастаймыз. Сонымен қатар балаға ауызша түсіндіреміз. Бала қоймай жатса, ол ойыншықты талап етуді, онда біз балаға ауызша түсіндіреміз. Қазір біз ойнаймыз, содан кейін сен міндетті түрде қалаған ойыншығыңмен ойнайсың деп. Егер бала ауызша тілді мүлдем түсінбейтін болса, онда алдымен сосын карточкасын қолданамыз. Яғни карточканы көрсету арқылы балаға алдымен ойын, содан кейін сен ойыншығыңды аласың деген түсінікті қалыптастырамыз. Егер бала сізден ойыншықты сұрауын одан әрі қоймай жалғастырып жатқан болса, онда біз таймерді қолданамыз. Яғни сіз баланың сұраған ойыншығын белгілі бір уақытқа, ол максималды түрде 2 минут, 2 минуттан кейін таймер қоңырауы соғылғанға дейін деген шартпен сіз балаға ойыншықты бересіз. Қалай таймер қоңырауы соғылады, солай сіз баладан ойыншығын алып аласыз да әрі қарай ойын үдерісін жалғастырасыз. Енді баланың жағымсыз қылық танытуының себебі сенсорлық қажеттіліктерді өтеу болатын болса, онда біз өз тәжірибемізге сүйеніп, бұндай жағымсыз қылық танытуы, бұл мақсатпен жағымсыз қылық танытуы өте сирек болады ойын барысында. Соны айтқымыз келеді. Бала аталған себеппен танытып жататын болса, жағымсыз қылық, онда сіз баланың ойынға деген қызығушылығын жоғалтып алдыңыз деген сөз. Сондықтан сіз баланы ойын үдерісіне қайтару үшін жаңа іс-әрекет моделін көрсетуіңіз қажет. Бұл жерде болмай жатқан жағдайда ойын кеңістігіне айтарлықтай өзгеріс енгізуіңіз қажет. Яғни мүлдем жаңа ойыншықтарды енгізесіз ойын үдерісіне. Сонымен бүгін біз сіздермен сюжеттік рөлдік ойын деңгейі туралы айттық. Баланың қандай іс-әрекеттері сюжеттік рөлдік ойын деңгейіне жататынын айттық. Екінші сұрағымыз, ойын барысында баланың жағымсыз қылықтар көрсеткен кездегі біздің тарапымыздан қандай шара қолдану, қандай әдіс-тәсіл түзеу мақсатында қандай әдіс-тәсіл қолдану керегін айттық. Бұл вебинарымыздың соңына жеткеніміздің дәлелі. Егер сіздерде сұрақтар болатын болса, онда чатқа жіберіңіздер.
немесе электронды поштама жіберулеріңізге болады. Слайдтың астыңғы жағында электронды пошта көрсетілген адресі. Сіздерге айта кететін нәрсе, бұл аутизм спектрі бар бұзылыстары, спектрінің бұзылыстары бар балаларды дамытудың әдісі ретінде осы тақырып төңірегінде соңғы қорытынды вебинар екенін айта кеткім келеді. Яғни біз сіздермен осыған дейін жалпы ойынның баланың дамуындағы маңыздылығын, ойын барысында әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану арқылы баланың ортақ назар дағдыларын, сөйлеу тілін дамытуға болатынын айтып өттік. Сіздер толық ақпарат алдыңыздар олар туралы, қалай ойын барысында бұл дағдыларды қалай қалыптастыру туралы толық ақпарат алдыңыздар, қазір білесіздер. Және сіздерден сұрайтынымыз, кейінге қалдырмастан өз балаларыңызбен ойнауды бастауларыңызды сұраймыз. Егер бастағаннан кейін ойын барысында қандай да бір сұрақтар туатын болса, олар міндетті түрде туады ондай сұрақтар. Онда біздің электронды адресімізге жіберіңіздер. Біз сіздерге қуана жауап беретін боламыз. Егер сұрақ жоқ болса, онда мен сіздермен қоштасамын. Вебинарға қатысқандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлығы түсінікті. Сіздер толық ақпарат алдыңыздар деген үмітте. Сіздермен қоштасамын.